Күн көкжиекке баяу ғана сіңіп бара жатты. Кешкі шапақ аспанды алтын түске бояп, айналаға бейбіт тыныштық орнатқан. Ғабит үйдің үлкен терезесінің алдына келіп сыртқа үнсіз көз тастады. Шілденің аптабынан кейінгі салқын самал терезеден ішке еніп, көңілге ерекше бір жеңілдік сыйлады. Үйдің іші тап-тұйнақтай. Жиһаздар өз орнында, шаң тозаңнан таза. Үстел үстіне аппақ дастархан жайылып, дастархан үстінде жаңа дайындалған астың балғын иісі бөлме ішіне жайыла таралып тұр. Сол сәтте Ғабиттің жүзіне жұмсақ бір күлкі үйірілді. Көп ұзамай бұл үйге Дария келеді. Ажар ас үйдің есігінен бір сәтке іркіліп тұрып қалды. Қолындағы табақтың буы баяу көтеріліп, оның алдында тұмшаланған уақытта елініп тұрды. Көзі терезе алдында үнсіз қақиып тұрған Ғабитке түсті. Ер адам иығын сәл еңкейтіп, сыртқа күннің соңғы шапағына малынған көкжиекке қадала қарап қалған. Сол қалпы тапжылмай тұр. Айналадағы тыныштық тым қою, тіпті дем алған дыбыстың өзі шымырлатып жіберердей. Ғабиттің жүзіне көз салған сәтте Ажардың жүрегі шым ете қалды. Ондағы үнсіздік тым таныс. Бірақ сонымен қатар соншалықты бөтен болып кеткендей. Қанша жыл бірге өмір сүріп кет, қанша күн мен түнді, қуаныш пен қайғыны бөлісті. Бірақ дәл осы сәтте Ажар өзіне еш қатысы жоқ, тосын, беймәлім бір жанға қарап тұрғандай күй кешті. Ғабиттің жүзіндегі тыныштық, беймаза, ішке бүккен дүниенің үнсіз шері. Бұл үнсіздік Ажар үшін алшақтаудың белгісіндей сезілді. Бөтен деп ойлады ішінен. Иә, бөтен демей не дерсің енді. Осы уақытқа дейін ол екеуі арасын жалғап тұрған көпір мәңгілік секілді. Бір жастықты жастанып, бір шаңырақтың астында бірге жылжытып келе жатқандай. Бірақ енді сол көпірдің арғы бетінде тұрған адам оған ешқашан толық ашылып көрмеген, жасырын құпиямен өмір сүрген жан болып шықты. Қанша жыл бірге өмір сүрсе де, кей шындықтың ешқашан айтылмайтыны, айтылса да кеш айтылатыны рас екен. Ғабит бүгін ғана мойындаған сырдың салмағы Ажардың жан дүниесін дүр сілкіндірді. Енді не керегі бар мұның? Деді ішінен. Білмей кеткенім жақсы еді. Білмей жүре берсем, бәрі сол күйі жақсы болып қала беретіндей еді. Кеудесін әлсіз күрсініс кернеді. Ол күрсіністе өкпе де бар, өкініш те бар, әлсіз үміт те, тіпті шарасыз мойынсыну да бар еді. Ажар бір сәтке көзіне жас іркіліп қалғанын сезіп, жанарын төмен түсірді. Ал қолындағы табақтағы тағамның иісі оған енді жылылық емес, өткінші ғана тыныштықтың үстіндегі жалған көріністей көрінді. Барлығы дайын, деді Ажар бәсең үнмен. Оның дауысы салқын самалмен ғана тербелетін жапырақтай сыбырлады. Сол үннің ішінде әлдебір шаршағандық бар еді, тек физикалық емес, жылдар бойы жиналған ішкі қажу еді. Сондай-ақ үміттің соңғы жіптеріне жабысып тұрған бір беймәлім әлсіздік те сезілді. Ғабит жай ғана бері бұрылды. Жымиысы сәл ғана, бірақ шын ниетті жеткізгісі келгендей еді. Рахмет, деді ол. Бүгін бәрі маңызды. Дария келсе, өзіңді жайсыз сезінбе. Ол өте жақсы қыз. Сен ойлағандай емес. Оның үні жұмсақ болғанымен тым жайбарақат шықты. Ажар бұл сөздерді естігенде жүрегінің бір түкпірі шым ете қалды. Жақсы қыз. Көрерміз, деді іштей. Бұл екі сөзді санасында қайта-қайта айналдырып, бір сәтке өткен мен бүгіннің арасына тұтқын боп қалғандай күй кешті. Қызыңмен қауышуыңа мен қарсы емеспін, Ғабит, деді ол сабырмен, бірақ жүрегінің ішіндегі дауыл дауысы бір сәтке тынышталмаған. Қарсы болуға да құқым жоқ шығар. Бірақ білесің бе, мені қинап жатқаны сен осынша уақыт бойы менен жасырып келгенің. Сен оны жақсы қыз дейсің бе? Қайдан білесің? Қандай мақсатпен келе жатыр? Оның не ойлап келе жатқанын біз қайдан білеміз, деді. Ғабит ауыр күрсінді. Сырттан түскен әлсіз сәуле оның жүзіне күңгірт көлеңке түсірді.
Ол кеудесін керіп терең тыныс алды да сөзін әрең жалғады. Біз бұл тақырыпты талқылап қойдық қой деді, бірақ даусында ашу емес, шарасыздық басым еді. Қайталап айта бергенде не пайда? Не болса да көрелік. Қызымның бар екенін өзім де енді біліп тұрмын. Маған не дейсің? Жас кезде, бойдақ кезде болған тірлік қой. Ештеңеге мән бермей, артқа қарайламай өткен шақ. Арадан осынша жыл өткен соң алдымнан шығады деп кім білген деді. Ғабиттің даусында шаршаған шындықтың салмағы жатты. Ол ақталмады, бірақ жауапкершіліктен де қашқан жоқ. Бұл өмірдің үкімі, және сол күнді бірге көтеруге мәжбүр екі адам болатын. Ажар үндемеді. Ол ғұмыр бойы бірге келген адамына қарап тұрып, алғаш рет болашақтың көмескі екенін анық сезінді. Дария келген соң бәрі өзгереді деп ойлады. Бірақ қалай өзгеретінін ешкім білмейді. Осы үнсіздік арасынан тек бір ғана нәрсе анық, екеуінің де жан дүниесінде дауыл соғып тұр. Бірақ сол дауылдың қай жағынан жаңбыр жауатыны әзір белгісіз. Сол сәтте иесі қоңырауы безілдеп қоя берді. Дыбыс тым жай ғана естілгенімен бөлме ішіндегі тынымсыз тыныштықты қақ жарып өткендей болды. Екеуі де селк ете қалды. Ғабит сәл кідіріп барып, үнсіз бас изетті, ауыр қадаммен есікке қарай беттеді. Оның әр басқаны жүректегі ауыр салмақты арқалап келе жатқандай. Ажар орнында қалды. Денесі қозғалмағанымен жан дүниесінде алай-дүлей сезімдер арпалысып жатты. Бірі ашу, бірі аяныш, бірі қызығушылық, бірі үрей. Бірақ сырт көзге бәрі де тым сабырлы көрінді. Үстіндегі жеңіл көйлек бір сәтке желпігендей қозғалып, оның жүзіндегі терең байыптылықты еселей түсті. Бұл кеште де ол өзін ең алдымен әйел, одан кейін үй иесі ретінде ұстағысы келді. Қандай сезім болмасын, іште қалуы тиіс. Есік ашылды. Табалдырықтан аттаған Дария Ғабиттен аумай қалыпты. Шашы желкеден қысқа қиылған, қарапайым, бірақ әдемі көйлегі оған жарасып тұр. Жүзінде шаттық пен қобалжу қатар өрілген. Қолында бір кішкентай қорап, сыртынан ақ белгілі тәтті әкелген. Бірақ бұл сәттегі тәттінің иісі емес, бөтен иістің кіріп келуі еді Ажар үшін маңызды болғаны. Дария аяқ киімін шешіп үйге енді. Ең әуелі көзі қарсы бетте үнсіз тұрған әйелге түсті. Бұл әйелдің көзқарасында көп нәрсе бар еді, әрі жылы, әрі суық, әрі мейірімді, әрі тік. Қыз іркіліп барып сәл ғана бас изеді. «Сәлеметсіз бе?» деді. Даусы сыбырлай, әрең шықты. Ажар да иегін сәл көтеріп сәлемін қабылдады. Үн қатпастан тұрып қалды да, өзінен шыққан суықтықты өзі сезіп дереу жұмсаруға тырысты. «Қош келдің, қызым» деді. Осы бір сөзді айтқанда даусы сәл дірілдеп шықты. Қызым дегені аузынан қалай шығып кеткенін өзі де аңдамады. Іштей, дұрыс болды ма осылай айтқаным? Ол менің қызым емес қой деген ой бірден жанын түршіктіріп өтті. Бірақ енді ол сөзді кері қайтарып ала алмайды. Бөлмені бір сәтке үнсіздік басып қалды. Сол үнсіздік бәрінің ішінде тұнып тұрған сөздердің, ашылмаған әңгімелер мен жүрекке түскен дақтардың көрінбейтін жаңғырығы секілді еді. Бөлме ішіндегі ауа азайып кеткендей, ешкім дем алуға батпай тұрғандай. Ғабит бұл ауыр үзілісті өзі бұзды. «Дария» деді ол жай ғана, бірақ әр сөзін өлшеп тұрғандай. «Сенің келуің мен үшін өте маңызды. Бұл сәтті көптен күткен шығармын». Бірақ ол көз қиығымен Ажарға қарады. Бұл жағдай Ажар үшін де, мен үшін де күтпеген жайт болды деді. Ажар оның сөйлеу мәнінен бәрін ұқты. Ғабит бұл кешті бейбіт қылғысы келеді. Бірақ бейбіт өмір әрқашан бір күнде орнамайды. Дария салмақты дауыспен сөз бастады. «Менің әкемсіз екеніңізді анамнан кейін естідім» деді ол. «Сол сәттен бастап сізді іздеп тауып, дидарыңызды бір көруді армандадым». Бұл сөздерде даңғаза эмоция жоқ, бірақ салмақ бар еді.
Ашуға да, өкпе назға да бой алдырмаған, жасына лайықты сабыр мен ішкі тәрбие байқалды. Ғабит үнсіз басын изеді. Көзін төмен салып біраз уақыт сөз таппады. Ол сәлден соң ғана: «Жақсы, Дәрия, келгеніңе қуаныштымын» деді. Бірақ дауысы сәл дірілдеді. Ішінде ілулі тұрған күнәлардың салмағы сезіліп тұр. Ажар дастархан басында шай құйып отырды. Бірақ бұл әрекет бұрынғыдай табиғи жылылықпен жасалып жатқан жоқ. Оның қолдары әлі де епті, үйреншікті, бірақ көзқарасында жан жоқ. Бұл кеште ол үй иесі, әйтсе де өз шаңырағында өзге біреудің көлеңкесінде отырғандай күй кешіп отыр. Кенет Дәрия сөз бастады. «Пәтер жақсы екен. Ыңғайлы, орталыққа да жақын. Осында тұрсам, жұмысқа да, оқуыма да жақын болар екен, деді. Бұл сөз қарапайым ғана сөйлемеді, бірақ Ажар үшін өткір пышақтай жанын тіліп өтті. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ол көз қиығымен Ғабитке қарап еді. Ерінің жүзі әлі де сабырлы, бірақ жанарынан жылт еткен бір мазасыздық байқалды. Қысқа, бірақ терең. Бұны тек Ажар ғана көре алды. Өйткені ол бұл адамның ішін, көлеңкесін, үнсіздігін де жаттап алған. Міне, Ажар осыдан қорқып еді. Бұл қыздың келуі бекер емес, деді іштей. Бұл қыз мұнда әкесін іздеп келген жоқ. Ол басқа мүддемен келді. Осы бір кішкене баспанамыздан айырылып қалмасақ болғаны. Бірақ Ғабит оған жол бере қоймас. «Әй, қайдам?» Ғабит ешкімге жоқ дей алмайды. Басқа емес, қызы келіп тұр ғой. Ол не сұраса да бас тарта алмайды деп ойлап мазасыз күй кеше бастады. Ажардың қолындағы шай құйып тұрған кесесі сәл дір етті. Оны байқамауға тырысты. Бірақ дірілін жүрегіндегі дүмпу баса алмады. Ғабитте кесе ұстаған күйі күт тоқтап қалды. Оның да қолы сәл дір етті. Шай ішпек болғандай әрекеттенді де қайта орнына қойды. Одан кейін ештеңе айтпады. «Міне, осыдан қорқып едім» деді Ажар тағы да іштей қайталап. Кеш тым-тырыс өтіп жатты. Сырттай бәрі орнында, дастархан жайылған. Шай құйылған, тәттілер ұсынылған. Бірақ ешкім дәм сезіп отырған жоқ. Әңгіме үзік-үзік, желісі жоқ. Дәрия да өз орнын нақтылай алмай, сыпайылық пен салқындықтың арасында ілініп қалды. Ол бірнеше рет Ажардың көзіне көз тастады, бірақ ол көздерде жылылық жоқ еді. Түсіністікте, қамқорлықта жоқ. Суық қатты. Дәрия бұл үйдің өзіне жат екенін сезді. Ажардың көзқарасында сен бұл үйге қонақ қана емес, қауіпсің деген үнсіз үкім тұрғандай. Ол тағы да үнсіз шай ішіп отырған әйелге қарады. Оның жанына жақындай түсу мүмкін емес екенін ұқты. Дәрия бір сәтке бекер келдім-ау деп ойлап та үлгерді. Ажар дәл осыны естігісі келген еді. Бірақ Дәрия астан дәм татып көрді де орнынан тұрып: «Мен қайтайын» деді. Дауысы жұмсақ, бірақ шешімі нық еді. «Жүз көріскеніме қуаныштымын» деді. Ғабит та орнынан асығыс тұрып: «Қал, әлі ерте ғой. Біраз сөйлесіп отыра тұрсақ болмас па еді?» «Қайда асықтың?» деді. Дәрия сәл жымиып: «Кейін сөйлесерміз» деді жай ғана. Сол сәтте ол бұрылып есікке беттеді. Артында ілесе келе жатқан Ғабит үнсіз. Дәрияны шығарып салды. Есік жабылған сәтте үйде өлі тыныштық орнады. Дәл қазір осы үнсіздік ішінде бәрі өзгеріп кеткендей. Ғабит қайта кіріп үстелге жақындап еді. Дәл сол мезетте Ажардың жүзі күрт өзгеріп сала берді. Осы уақытқа дейін іште тұншығып келген ашу, ыза, қорлық, түңілу бәрі енді сыртқа тасып шығуға дайын тұрғандай. Оның көзінде от тұтанды, еріндері дір-дір етеді. «Болды ма?» деді ол тістене. Дауысы жуан шықпаса да өткір еді. «Шыныдай». Ғабит селк етті. «Не болды?»
Не болғаны сол? Деді Ажар, үйге әкеліп төрге отырғызып, дастархан жайдыртып, шай ішкіздің. Енді не? Баспана беріп, есеп-шот ашып, бәрін соған арнайсың ба? Біз өзіміз әрең күн көріп отырмыз. Ал сенің некесіз қызың келіп, басымызға бәле болатын шығар енді. Деді айқайлап. Ғабит ауыр күрсінді. Бірақ ештеңе демеді. Көзіне қарау мүмкін емес еді, онда әрі өкініш, әрі жан ұшыра үнсіздік бар. Бірақ бұл үнсіздік Ажардың ашуын баса алмады. Осылай үндемей құтыласың ғой. Саған керегі де осы шығар. Құдайдан осылай болғаннан тілеген де шығарсың. Ол кенет бөгелді де, терең тыныс алып сөзін әрмен жалғады. Мен сенімен қаншама жыл өмір сүрдім, Ғабит. Жастығымды, денсаулығымды, жүрегімді саған арнадым. Сен менің тірегім болдың. Мен сенің барлық қиын сәттеріңде жаныңда болдым. Бірақ сен артта қалған бір қатынас үшін, бір кездей соқтық үшін бәрін төгіп тастағалы тұрсың. Мен үшін емес. Сол қыз үшін. Жаным-ау, мені не деп кінәлап тұрсың? Мен қызыма әлі ешқандай уәде берген жоқпын ғой, деген Ғабит оның сөзін бөлмек болып еді Ажар. Бұл бастамасы ғана. Бүгін тіке үйге кіріп, төрге отырып, үйімізге көз тастады ма, ертең келіп иеленіп алады. Ал сен оған жоқ дей алмайсың. Естің ғой оның сөздерін. Осы үйде тұрса, жұмысына жақын екен. Мен білемін мұндайларды. Осылай жаймен сенімен өмірімізге кіріп алады да, ертең билігін жүргізеді. Бірақ мен ондай жағдайлармен күресуге жүйкем шыдас бермейді. Ендігі қалған ғұмырымда сенің некесіз қызыңмен алысып өтер шамам жоқ. Сенімен ажырасамын. Ал мынау жалғыз баспанамыздың мәселесін сот төрелігі шешер. Мен әзірге сіңілімнің үйіне барып тұрамын. Екеуміз енді сотта кездесеміз. Бұл шешімге мен бүгін келіп отырғаным жоқ. Некесіз қызыңның барын есіткелі осы ой маза бермейді маған. Бүгін толық көзім жетті. Мен сенімен ажырасамын. Қартайғанда баспанамнан да айырылып, көшеде қалатын түрім жоқ, деді. Ол дауысын қатайтпай-ақ үкім шығарғандай қайталап, тағы да анық айтты. Мен сенімен ажырасамын. Осы сәтте бөлме ішіндегі жарық өздігінен жалп етіп сөнгендей болды. Ғабит үнсіз қалды. Шай әлі де үстелде, бірақ ешкімге енді ол керегі жоқ еді. Екі жүрек екі бағытта соға бастады. Бірі өткеннен құтыла алмай тұрса, бірі болашақтан қорған құра бастады. Бұл сөз ауаны тіліп өтті. Кәдімгі дыбыс емес, іштен шыққан шындықтың жарығы еді. Сол шындық Ғабиттің санасын оятып жібергендей болды. Ол сәл кейін шегінді де, арқасы ауыр жүктен майысқан адамдай, жай ғана орындыққа отыра кетті. Оның жанарында үрей жоқ. Бірақ онда әлдеқайда ауыр нәрсе бар еді, тым кеш ұғынған, енді қайтаруға келмейтін өкініштің ізі. Ажар, деді ол ақырын, үнінде әлсіздік пен әлденені сақтап қалғысы келген соңғы үміттің жанғаны байқалды. Ештеңе деме. Ақталма. Түсіндірме. Түсінгім де келмейді, деген Ажар артық кетіп жатқанын сезбеді. Ол алжапқышын шешіп орындықтың арқалығына іліп қойды. Қарапайым қимыл. Бірақ осы бір сәттің ішінде оның жанары, тұрысы, тынысы бәрі өзгеріп кетті. Бұл енді ренжіген жар емес. Бұл жүрегіндегі артық салмақтан арылған, шешімін қабылдаған әйелдің бейнесі еді. Ол теріс бұрылды. Басқан қадамдары жеңіл, бірақ әр басқаны еденге салмақты естілді. Үйдің есігі баяу ашылып, сол баяулықпен жабылды. Сол сәтте Ғабит үйдің ішіндегі үнсіздіктің мүлгіген, суық түріне алғаш рет шынымен құлақ түрді. Ажар кеткен соң бәрі өзгерді. Үйдің қабырғалары суық тартты. Ғабиттің иығына салмақ түскендей. Бір сәтке еңсесін көтергісі келгенімен, өткеннің өкініші жұлынның түбіне дейін жабысып қалғандай. Күндер сырғып өте берді. Бірақ Ғабит үшін уақыттың айырмашылығы жоқ.
Таң мен кештің арасы бір ғана созылып кеткен тыныштық. Телефон үнсіз. Есіктің қоңырауы сирек. Ал кешкі уақытта ол сол креслоға отырып алып, тағы да сырттан әлдекімді күтеді. Қала тіршілігі оған қатыссыз. Бұл бөлмеде енді тек бір адамның уайымы ғана өмір сүріп жатыр. Дария әкесінің үйіндегі салқын үнсіздікпен мұңды күйді бір емес, бірнеше рет байқап кеткен. Әр барған сайын Ғабиттің көзінен әлсіреген үмітті, шөгіп кеткен иықты көретін. Ол бұл адамның жаны қаншалықты жалғыз екенін, қаншалықты жылулық пен жақындыққа зәру екенін сезді. Әкесінің халіне Дарияның жүрегі ауырды. Әкесі тек туған әке ғана емес, өткеннің зіл салмағын иығына артқан, үнсіз мұңға бөккен жан еді. Жанарынан төгілген әр бір тамшы мұң, үнсіз жылдардың жүрекке түскен жараның елесі секілді. Осыны ұғынған сәтте Дария іштей бір шешімге бекіді. Бұл адамға енді мейірім керек, сөз емес, нақты әрекет қажет. Шынтуайтында Дария әкесінен көп нәрсені жасырған еді. Сынамады, өз шындығын жайып салуға да баталмады. Ол бар болғаны әкесінің орнына өзін қойып, сол адам сезінген ауырлықты, тіршіліктің таусылмас уайымын жүрекпен сезініп, бір сәт қарапайым өмір сүргісі келген. Әкесінің жұтқан ауасын жұтып, соның жанынан табылып, оның әлемінде өмір сүріп көруге ниеттенген еді. Бірақ бұл ниетті әкесінің өмірлік серігі дұрыс түсіне алмапты. Түсіне алмағандықтан әкесін жалғыз қалдырды. Жасы келгенде әкесі енді жалғыз өзі өмірдің ащы дәмін жалғыз татып қалмақшы. Дария енді іске көшпекші. Бұл күні күн шайдай ашық еді. Бірақ Дарияның жүрегінде ерекше толқу тұрды. Ол әкесінің үйіне келді. Есікті ақырын, аса сақтықпен ашты. Ішке кіріп, аяқ киімін шешіп жатқанда-ақ, ішкі бөлмеден естілген танау арқылы алған ауыр тыныспен ұзақ үнсіздік оны терең ойға батырды. Ғабит креслода, баяғы орнында отыр жалғыз өзі. Мұңға батып, өйткені бүгін Ажармен жолығып ажыраспауын өтініп еді. Осы пәтерді толығымен оның атына аударып беретінін де айтып еді. Сонда да Ажар бет бақтырмай, сенің қызың бәрібір арамызға түсіп тыныштығымызды бұзады. Мен онымен айқасуға шамам жоқ деп, заңды түрде ажырасудан беті қайтпаған еді. Әке деген үн оның жанын селт еткізді. Бұл жай үн емес еді. Бұл жүрекке үміт берген үн еді. Дария жақындап келіп, әке, мен саған көмектескім келеді. Барлығын өзім шешемін, деді ол сенімді үнмен. Ғабит аңтарылып қалды. Қалай? Деді сәл күмәнмен, бірақ ішінде бір жарқ еткен сәуле білінді. Дария жүрекпен сөйледі. Менің жеке кәсібім бар. Өз бетіммен тапқан табысым жеткілікті. Мен сізге пәтер мен көлік сыйлағым келеді. Маған тек сенің амандығың қымбат. Осылай жалғыздан жалғыз уайымдап отырғаныңызды көргім келмейді, деді. Ғабит үнсіз қалды. Оның жанарына жас үйірілді. Бірақ бұл әлсіздіктің емес, таңданыс пен ризашылықтың көз жасы еді. Аяулы сезімдерден алыстап қалған, шын махаббаттан күдер үзе бастаған шақта бұл қыз түнерген көңіліне шырақ жағып жіберді. Көп ұзамай Дария өз уәдесін орындады. Жарық әрі жайлы пәтер сатып алды. Сол пәтердің кілтін әкесінің алақанына салған сәтте Ғабит көз жасын жасыра алмады. Қызым, сен мені қатты таң қалдырдың, деді ол даусы дірілдей. Мен мұндайды күтпеген едім. Дария жымиып әкесінің қолын ұстады. Әке, мен сізді іздеп алғаш үйіңізге барған кезімде қандай күйде болғандарыңызды түсінемін. Маған ештеңе де керек емес еді. Мен жай ғана сіздің жаныңызда болғым келген еді. Оны кейбіреулер дұрыс түсінбей, сізді жалғыз қалдырып қойды. Ол сізге керек жан екен. Өйткені ол кеткелі сіз қатты әбіршіп, тіпті бірнеше күннің ішінде қартайып та кеттіңіз. Мен сіздің қиналғаныңызды қаламаймын. Мен бір жағынан өз анамның сіздің алдыңыздағы күнәсін осылай жуым келеді. Екеуіңіз үйленуге серт байласқан екенсіздер.
Тіпті сіз той күнінде белгілеп қойған сәтте анам басқа жігітке қашып кетіп, соның өмірлік жары атаныпты. Анам басқаға тұрмысқа шығып кеткенде мен оның құрсағында болыппын. Бұл жайлы ешкім білмейтін. Марқұм анам өмірінің соңында қатты ауырды. Сол кезде маған шындықты ашып айтты ғой. Бұл жайында өзіңізге айтып едім ғой. Бірақ анам сізді өлгенше ұмытпапты. Сізді кедей деп менсінбей, бай жігітке алдап күйеуге тиіп алған үшін өзін өмір бойы іштей жеп өтіпті. Емі жоқ ауруына да сол үшін жазаланып жатқаным болар деп жатып өмірден өтіп кетті. Анамның о дүниесі жақсы болу үшін мен оның кінәсін жоғым келетін сияқты. Сізден барымды аямаймын. Міне пәтер, міне көлік, міне есеп шотыңызға мынанша ақша деген Дария әкесіне шын жаны ашыды. Уақыт ұлы емші. Ол жараның бетіне тыртық салып, көз жасын құрғатып, жүректегі долы дауылды басуға қауқарлы. Бірақ оның әр емінің орны болады, кейде сол орын, сол іс мәңгі жоғалмайды. Ажардың жүрегінде де сондай із қалды. Айнала сарғы шапыраққа малынған. Аяғын әрең басып келе жатқан ажардың жан дүниесі де дәл осы табиғаттай сұрғылт, тұнжыраған. Көшенің бойымен үнсіз келе жатып, әр адым сайын өткен күндер иісіне түсіп, жүрегі шымырлап қоя берді. Таң сайын оянып, ғабитсіз өмір сүруге өзін зорлап үйреткісі келді. Бірақ үйрене алмады. Жүрегі сол босағаны, сол үйді, тіпті еш кінәсі жоқ жас қызды да сағынды. Қанша тырысса да күйеуінің жүзін, оның жұмсақ үнін ұмыта алмады. Мен не үшін кеттім? Деген сұрақ қайта-қайта ойына орала беретін. Ашудан ба еді? Әлде реніштен бе? Жоқ, шынтуайтына келгенде қорқыныштан. Бөлісе алмаймын деп ойлады, шеттеп қаламын деп қорықты. Тым болмаса ғабитті соңына дейін тыңдап алуға болар еді ғой. Көзінде өкіну, жүрегінде жауапкершілік бар екенін енді түсінді. Бүгін жүрегі енді үндемеді. Іштей шешім қабылдады. Қайтып бара жатыр. Қарсы ала ма? Кешіре ме? Жоқ па, ол жағы беймәлім. Бірақ барғысы келді. Жан дүниесі өз ошағына қайта оралуға асықты. Таныс көше, таныс аула, сол баяғы үй. Жаны дірілдеп, жүрегі дүрсілдеп тұр. Есіктің алдында сәл кідіріп демін ішіне тарта беріп еді, есік жай ғана ашылып, қарсы алдында ғабит көрінді. Ол үнсіз. Бірақ көзінде сағыныш. Ажар да үндемеді. Жанарына жас іркіліп, ерні дір ете қалды. Ғабит бұл кезде қызы Дария екеуі жаңа үйге жиһаз алу мәселесін талқылап отырған еді. Ажар оларды көріп біраз үнсіз тұрып қалды. Сосын сыбырлай. Ғабит, мен қателестім. Кешірші мені. Өзім бедеу болған соң әр жағдайға күдікпен қарайтын, болашағына сенбейтін бір бейбаққа айналып кеткенмін ғой. Дария келіп, пәтерімізді иеленіп алса, сенің бар қамқорың мен мейірімің оған ауып кетсе, мен қартайғанда көшеде жалғыз қаламын деп қорықтым. Дұрыс түсінбедім. Мені түсінсең кешір. Барлығын қайта бастауға дайымын, егер сен де қарсы болмасаң, деді. Ғабит басын көтеріп оған тік қарады. Ол үнсіз еді. Бірақ көзінде ашу жоқ. Ашудың орнына күрделі сезімдер легі, өкініш, абыржу, сағыныш және ең тереңде әлде сақталып қалған бір жылылық бар еді. Бөлмені ауыр үнсіздік қымтап алған. Адамның жанын қысып дем алдырмай тұрған бір сәттік тыныштық. Сол мезетте Дария жай ғана, жымия орнынан баяу көтерілді де сыртқа бет алды. Жүрегі жеңіл. Себебі ол әкесінің шаңырағы қайта тіктеліп, жылылыққа бөленіп жатқанын сезді. Үйден шыға беріп артына бұрылды. Өткенде пісірген етіңіз өте дәмді болған еді, Ажар апа. Бірақ ол кезде менің ет жеуге зауқым болмады. Енді сол тамақты қайта жегім келіп тұр. Айтыңызшы, мен қашан келейін? Қашан қонаққа шақырасыздар мені? Деді жүзіне мейірім ұялаған күлкімен.
Ажардың көздері боталап, жауабы жүректен шықты. Айналайын, сен де мені кешір. Бұл өз үйің. Кез келген уақытта кел. Қалаған тамағыңды өз қолыммен дайындап беремін, деді дауысы дірілдеп. Сол сәтте оның жанарынан аққан жас, өкініш пен кешірімнің үнсіз куәсі еді. Ажар баяу Ғабитке қарай жүрді. Қимылы тұншығып жатқан сезімдердің оянғанын білдірді. Көзінде ұят бар, үміт бар, талай жылдан бері жүрегінің түбінде көміліп жатқан мейірім бар. Ғабит үнсіз орнынан тұрып сәл кідірді. Сосын сабырмен Ажардың жанына келіп құшағына алды. Шашынан ақырын иіскеді. Бұл үнсіз кешірімнің ұмыт бола жаздаған махаббаттың оянуы еді. Дария сол сәтте ештеңе демей есікті ақырын жапты. Артында жарасы жазыла бастаған жүректер мен үмітке толы үй қалып бара жатты. Автор: Анар.